әлем чемпионы, Азия чемпионы ғой. Иә. Сол кісі қоқандық көрсетіп жатыр дейді өткенде Жұлдыз. Сол туралы айтып беріңізші. Хабарласқан рас па жолдасыңыз? Хабарласқан емес. Менің жолдасым Жұлдызбен ешқашан өйтіп сөйлескен де емес. Қалай хабарласты екен деп сұрамадыңыздар ма? Соңғы кездесуде сол кісі келді деді. Ал алдында ол кісі мүлдем араласпай жүріп, соңғы кездесуде келіп солай қоқандық көрсетті деп айтты. Егер ол әңгімені ол қоқандық деп айтатын болса, мен сізге айтып берейін қалай болған. Ол жерде мен жолдасым ғана болған жоқ. Ол жерде жаңағы кездесу ғой. Кімнің Федор деген юристі болды, және Қайрат Нұртастың бауыры болды, Марат деген. Менің жолдасым болды, біздің компанияның сотрудниктары болды, юристі болды, мен болдым. Жұлдыз қатты ашуланды сол жерде, эмоцияда болды. Қатты ашуланып сөйлеген кезінде менің жолдасым айтты: "Жұлдыз, сізге не болды?" деді. "Талай үйге келіп шай ішіп жүрдіңіз, талай әңгімелесіп жүрдік, талай жылап келіп жүрдіңіз. Сіздің жағдайыңызға қарасыңдар, көмектесіңдер деп айтқанда қол ұшымызды бергеніміз біздің кінәміз ба? Сонда Қайратша жайлы талай әңгіме айттың ғой сен. Енді қалай бұл Қайрат шешет Жұлдызға хабарласпа деген бұл не әңгіме?" деп ана кісінің, жаңа Марат деген Қайраттың бауырының әңгімесіне жаңағыдай не жасады? Жауап берді, солай деп. Сөйтіп айтқаны сол-ақ еді. Жұлдыз сол жерде айқайлап, біз кафеде отырғанбыз. 40 адам бар сол жерде, клиенттер болды. "Сен не деп тұрсың? Қатын құсап, кіріспе бұл нәрсеге, аузыңды жап" деп мен жолдасыма айқайлады. Мен жолдасым астағфируллах деді, тұрып кетіп қалды. Бар болғаны сол. Білмеймін, ондай басқа кездесу, басқа бір ұрыс қоқандық жасау болған емес ешқашанда. Жалпы сіздің жолдасыңыз күрес федерациясының вице-президенті ма қазір? Иә. Жақсы. Бар ма сұрақтарыңыз?